Ұлттың сақталуына да жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін азғыруға тырысады. Ахмет Байтұрсынұлы. Дәл осы үйде Ахмет Байтұрсынұлының өмірінің соңғы 3 жылдары өткен. Ал қазіргі таңда бұл Алматы қаласындағы ең танымал музейлердің бірі болып тұр. 20 ғасырдың ұлы реформаторы Ахмет Байтұрсынұлының Алматыдағы музейі 1993 жылы ұйымдастырылып, өз жұмысын бастаған. Музей үй 4 бөлме және 1 жертөледен тұрады. Оның бір бөлмесі Ахметтану дәрісханасы. 3 залда ғалымның шығармашылық ғұмырына қатысты экспонаттар жасақталған. Бірінші зал ұлттық рухымыздың қайта оралуы, екінші зал қазақ санасының шамшырағы, ал үшінші зал саясат құрбаны деп аталып, онда ғалымның істі болған түрмедегі кезеңдері қамтылған. Негізі Ахмет Байтұрсынұлының өмір жолы бұл өте бір күреске толы, қиян-кескі кезеңдерді алып қарастырады. Жалпы ең танымал дүниелері Ахмет Байтұрсынұлының бұл араб әліпбиіне негізделген жаңағы төте жазу, қазақ жазуының, қазақ грамматикасының негізінің қалануы. Екінші бір дүниесі бұл редакторлық қызмет атқарды қазақ газетінде 1913-18 жылдар аралығында. Бұл жерде өте көп саяси мәселелерді көтерді, қазақ халқының білімге тартты, саяси көзқарасын ашты. Музей үйдің қорында ғалым өмірі мен шығармашылығына қатысты 500-ге жуық ресми құжаттар, 300-і мемлекеттік мұрағаттан алынған түпнұсқалар, тарихи тұлға тұтынған мүліктер, жазу машинкасы, мөртабан, қаламсап, қол шамадан, самаурын, жез табақ, сандық қойылған. Қорда ғалымның өз тұсында жарық көрген еңбектерінің түпнұсқалары, 40 мысал, маса, оқу құралы, тіл құрал, баяншы, әліпби, ер сайын, әліпби астар, сауат ашқыш, 23 жоқтау, әдебиет танытқыш, тіл жұмсар атты кітаптарының көшірмелері жасақталған. Жалпы, осы кітаптардың әр жылдары жарық көрген сандармен қоса есептесек, 17 туындысы 56 рет басылым көрген. Ахмет Байтұрсынұлы туралы айта беретін болсақ, еңбектері көп, тіл хрестоматиясы бар, өзінің өмірінің соңына дейін қазаққа адал қызмет еткен қазақтың кереметтей перзенттерінің бірі. Көбіміз Ахмет Байтұрсынұлы десек, біз тек алашордашы ретінде біліп жатамыз ғой. Одан бөлек бұл кісінің білім саласына қосқан ықпалды үлесі өте жоғары. Тарихи тұлғаның кіндігінен бала болмаған. Асырап алған қызы Шолпан ғана заңды мұрагері. Кезінде шындық үшін шырылдап, Шолпан Ахмет қызы мен Гүлнар Міржақып қызы тұлға тұрған үйін азып тозып тұрған жерінен алғашқы болып табушылар. Тіпті алаш арыстарының қазақ қоғамына қайта оралуына, ресми ақталуына жан себіл жұмыс жасаған Гүлнар Міржақып қыз екенін бұл күні біреу білсе, біреу білмейді. Гүлнар апайдың Мәскеуге әкесі Міржақып пен ата-әкесі Ахметтің ісін қайта қарауларын сұрап, өтініш хат түсіруінің арқасында ақтаңда қаршылды. Бүгін біз Ахмет Байтұрсынұлының мұражайына келдік, қазақ журналистикасының тарихы сабағынан. Біз осы мұражайды көрген кезде өте керемет әсер қалдырды, себебі көненің көзі дегендей, ол кісінің жалпы өмір сүрген шағында қолданған заттарын, жалпы шығармашылығымен біз жақынырақ таныстық. Соның ішінде маған әсіресе ұнағаны және таңғалдырғаны ол кісінің домбырасы, яғни қазіргі домбыраларда 19 перне болса, ол кісінің домбырасында 6 перне болғаны өте қатты таңғалдырды. Сонымен қатар жалпы өмір сүрген кезінде бізге қалдырған мұрасы, одан кейін жазып кеткен күйлері, қандай қиын өмір сүргендігі туралы одан да тереңірек біліп, өзіміз білімдерімен сусындап қайттық деп айтсақ болады. Көпшілік ұлт көшбасшысы Ахмет Байтұрсынұлының өткен ғасыр басындағы саяси қысымдардың толқынында тәркіленген мәдениет тарихы атты ірі еңбегі болғанын біледі. Бүгінге дейін ұшты-күйді табылмай келе жатқан сол еңбекті тілге тиек етуіміз керек. Қазіргі таңда бұл кітаптың макеті осы мұражайда сақталған. 3 бөлікке неге бөлінген деп сұрасаңыздар, Ахметтің заманында Ресей патшалығы қазақ мұсылман балаларын шоқындырғысы келді. Дәл осы кітапта осы мәселе егжей-тегжейлі баяндалады. Ахмет Байтұрсынұлының Ленинге хатында осы жайлы Қазақстан халқының жерінің шекарасын барлығын толықтай суретпен де көрсетіп кеткен. Бүгін біз осы Ахмет Байтұрсынұлының мұражайында болдық. Және біз Ахмет Байтұрсынұлыны оның
көптеген басқа қырларынан да таныстық, яғни журналистикада ғана емес, оның композиторлық жағынан, яғни саясат жағынан да кішкене көптеген мағлұматтар білдік. Ахмет Байтұрсынұлы негізі біздің журналистикамызға, тарихымызға өте үлкен үлес қосқан, және оның тарихын, оның өмірбаяны туралы әрбір қазақ білуі керек деп санаймын. Сондықтан осы мұражайға келіп тамашалап кетіңіздер. Дулатов о нем пишет, Ахмете Байтурсынове, говорит, это уникальный поэт, единственный поэт казахского народа, в котором не прочитаешь о любви, о природе. Он только пишет о свободе казахского народа. Он пишет о тяжелом положении казахского народа. Он пишет о том, как казахские земли отбираются переселенцами. Вот, что эти пастбищные места это уменьшаются. Вот, и он пишет о казахском языке, о казахской литературе, о будущем казахского народа. Кітапханада да Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын оқитын оқырмандар көп екен. Кітапханасының айтуы бойынша көп оқылатын шығармалардың бірі 40 мысал мен маса. Ахаң қазақ ұлтының ары мен ұятына айналған кемеңгер тұлға. Ұлт ұстаздың өмірбаянымен танысқысы келетін әрбір жанға музей есігі әрдайым айқара ашық.